Құрметті ағайын, осы туралы біз көп болды айтып жатқанымызға, және де біз сол ауылға барып қайттық. Шығыс Қазақстан облысы, Күршім ауданы, Маралды ауылының халқы сол жерде цианид натрийді пайдалану арқылы құрылысы жүріп жатқан алтын фабрикасына қарсылығын көрсетіп жатыр. Бір жылдай уақыт өтті. Халық расымен де ол су ресурстары ол жерде орналасқан. Бұл біздің болашақ Қазақстанның еліне керек су ресурстары. Кеше премьер-министр пресс-конференция беріп, 2050 жылы су кризисі болатын туралы айтты. Енді осының бәрін біле тұра, сондай су көп шоғырланған өңірде цианид натрийді пайдалану арқылы алтын зауыт ашып жатқаны ол дұрыс емес деп санаймыз. Бұл туралы біз айттық, бұл туралы үкіметке барлық жерге біз хатымыз жаздық. Сонымен қатар индустрия министрлігімен, экология министрлігімен бірге Zoom арқылы жиналыс өткіздік. Офисімізді Астана қаласында өзіміз бардық, Маралды халқымен кездесіп, сол жердегі барлық су ресурстарының басында болып, сол жердегі цианид натрий пайдалану арқылы алтын зауытының фабрикасы құрылысын көріп қайттық, отстойниктерді көрдік. Көп нәрсені өз көзімізбен, өз қолымызбен ұстап көрдік. Бұл мәселе шешімін табу керек. Бұл туралы біз министрлікке, барлық жерге өкілеттердің бәріне жеткіздік. Енді бұл зауыттың құрылысын біз тоқтатуымыз керек. Ол ел болашағы үшін керек емес нәрсе. Сондай керемет, табиғаты әдемі Маралды ауылының табиғатын біз қорғап қалуымыз керек. Ол жерде тұрып жатқан халық, ол жердегі жүріп жатқан барлық жануарлар әлемі, табиғатты біз қорғауымыз керек. Бұл біздің болашағымыз. Сондықтан құрметті ағайын, маралдықтарды қолдаңыздар. Міне, бүгін министрліктен хабарласты. Осы 15-не дейін нақты шешім болады үкіметтің деп айтты. Енді шешімнің дұрыс шығып, халықтың пайдасы үшін болу керектігін біз бақылауда ұстаймыз. Байтақ Жасылдар партиясы бұл мәселенің шешімін, дұрыс шешілуін біз қадағалаймыз. Біз Байтақ Жасылдар партиясы Күршім халқымен, Марал халқымен бірге екенін айтады. Сондықтан біз бұл мәселенің шешімін табамыз. Қалайда болсын табиғатымызды, қоршаған ортамызды, адам денсаулығын біз қорғап қалуға барлық күшіміз саламыз, ағайын. Бұл мәселе бойынша біз облыс әкіміне де жеткіздік, министрлікке де жеткіздік, үкімет басшыларына жеткіздік, барлық министрлікте мамандармен, барлық эколог, гидротехник, орманшылардың бәрімен кездесіп, бұл мәселенің бәрін біз бақылауда ұстап отырмыз, ағайын. Құрметті ағайын, табиғатымыз, қоршаған орта, адам денсаулығы біздің өмірімізде ең басты құндылық екенін ұмытпайық. Осыған біз жұмыс жасайық. Байтақ Жасылдар партиясын қолдаңыздар, біз сіздермен біргеміз.